Егер сен бір нәрсені қатты қаласаң, бірақ оған қалай қол жеткізу керек екенін білмей жүрсең, онда бұл видео саған арналған. Соңына дейін қарауға кеңес беремін. Себебі дәл осы техникаларды жасау арқылы мен небәрі 8 айдың ішінде наличка үй алған болатынмын. Тек қана өзіме емес, анама да, машинада, шетелге де шығып үлгерген болатынмын. Жалпы адам бір нәрсені қаласа, ол ойлайды ең бірінші кезекте әрекет ету керек деп, 2-3-4 жұмыс жасау керек, пахат ету керек күні-түні. Сол кезде ғана ақша жинап, мен өзімнің қалаған өміріме қол жеткіземін, қалаған машинамды, үйімді аламын деп. Ол негізінде әрине рас, әрекет ету керек екен, әрекетті жасамау керек деп айтпаймын, бірақ ең бірінші кезекте адам миымен жұмыс жасау керек. То есть біз басталып әрекетке көшпес бұрын санамызды сендіреміз. Себебі миды біз как компьютер сияқты алатын болсақ, компьютердің ішінде белгілі бір программалар бар. Сіздің жасыңыз нешеде? Мысалы, мен жасым 32-де болсам, мен 32 жасыма дейін менің компьютерімде белгілі бір ережелер, программалар бар. И сол программаларға сүйене отыра мен шешім қабылдаймын, анализ жасаймын, әрекет етемін. Егер мендегі убежденияларым, установкаларым ақша табу үшін, миллион табу үшін мен күні-түні пахат етуім керек, мен 2-3-4 жұмыс жасауым керек деген ойда болатын болса, ережелеріме сүйенсем, онда мен сол нәрсеге қол жету үшін 2-3-4 жұмыс жасап, пахат етіп, қиналып, сөйтіп табатын боламын. Ал егерде менің убежденияларымда ақша табу оңай, мен оны просто бір сторис салып, бір рилс салып, бір мини курс аша салып табамын деген сияқты ойда болатын болсам, онда солай болады. Себебі мен не ойлаймын, сол нәрсені өміріме тартамын. Манифестацияның ережелеріне сүйенетін болсақ, магнетизм, яғни өз өміріңе қалауларыңды тарту үшін магнитше бірінші сол халге ену керек. Біздің миымызда екі функция бар. Біріншісі ол сознание және де подсознание. Сознание ол 5% біздің барлық процестерге жауап береді, ал подсознание 95% процестерге жауап береді. Демек, біздің таңертең тұрып, тамақ ішуіміз, су ішуіміз, жүруіміз, қолымыз қимылдату, бір нәрсені жазу, оқу, оның барлығы на автомате жасалынатын дүниелер. Себебі біз, мысалы, таңертең просто так тұру үшін, или төсек жинау үшін, тамақ ішу үшін ойланбаймыз. Біз не істейміз? На автомате жасаймыз, потому что ол белгілі бірнеше рет жасау арқылы ереже болып кешеге сияқты қадалған. Бізге на автоматты түрде жасай береміз. Ал сознание 5%. Біз бір нәрсеге бастау үшін, бір бизнес бастау үшін, бір маңызды шешім қабылдау үшін біз анализ жасаймыз. Яғни біз саралаймыз, ана жақтан сұраймыз, мына жақтан сұраймыз, ойланамыз. Ол 5% сознание. Егер біз бір нәрсені қатты қаласақ, мысалы машина или үй, или айына 1 миллион табыс тапқымыз келсе, бірінші біз оны подсознаниеға қондыруымыз керек. Себебі егер подсознание сенбесе, онда ол нәрсе сіздің өміріңізде болмайды. Мысалы, менің программамда ескі убеждениялар. Мен ойлаймын, миллион таба алмаймын деп. Маған ол өмір бұйырмаған. Шетел аралап өмір сүру, үй алу, машина алу деген маған бұйырмаған деймін. Мен не істеймін? Бірақ мен қалаймын ол нәрсені, и қалау үшін өзге адамдардың әрекеттерін жасаймын. Барамда курс оқимын, бір марафондарға қатысамын, менторлық аламда, бірақ мен оған сенбеймін. Егер мен сенбесем, менің бүкіл жасап жатқан әрекеттерім бос, потому что ми сеніп тұрған жоқ. Ал егерде менің убежденияларым, мен қолымнан келеді, мен де таба аламын, мен бірақ білмеймін қазір қалай табатынымды, қандай жұмысқа баратынымды, қандай әрекеттер жасайтынымды, бірақ мен сенемін, таба аламын деген убеждение болатын болса, онда ерте ме кеш пе сіздің жасап жатқан әрекеттеріңіз, сіздің әлемге беріп жатқан вибрацияларыңыз сол нәрсені қайтарып береді. Себебі квантовая физиканың заңдылығына сүйенетін болсақ, яғни адамдарды энергетический энергия сияқты есептейтін болсақ, біз әлемге қандай энергия береміз, сол энергияны қайтып аламыз. Себебі манифестация ережесінде магнетизм процесі жүреді. Энергия деңгейінде. Егер мен төменгі вибрацияда өмір сүретін болсам, менің установкаларым, убежденияларым бұрынғы опыттарға сүйене отыра, менің қолымнан келмейді, істей алмаймын, это не мое, маған бұйырған тағдыр осы, қайдан келеді ол маған нәрсе деген сияқты убеждение болатын болса, төменгі вибрация. Мен сол вибрацияны қайтып аламын өзім өміріме. Егер де менде жоғары вибрация болатын болса, демек мен миллион тапқым келеді, мен ол үшін бірінші сол миллион тауып жүрген адамның состояниясын, сол адамның вибрациясын өз өміріме енгізуім керек. Мен сол адам сияқты болуым керек. То есть қазақта сөз бар ғой, болмасаң да ұқсап бақ деген. Мен сол ережені ұстана отыра 4 жылда Аллаға шүкір барлық мақсаттарыма қол жеткіздім. Мен онлайнға келген кезде миллион тауып жүрген, 10 миллион тауып жүрген наставниктерден білім алатынмын. Және солардың энергиясын, солардың ойлау қабілетін, олардың шешім қалай жасайтынын, олардан кеңес сұрай отыра, олардың жасаған әрекеттерін, оқитын кітаптарын, қайда баратын, кімдермен араласатын барлығын зерттейтінмін және соларды копировать ететінмін өзіме. То есть
болмасам да ұқсап бағатынмын, как будто я тоже зарабатываю 10 миллионов, как будто я тоже имею эти дома, как будто менде де машина бар, менде де үй бар, мен де шетел аралап жүрмін деген сияқты. Даже паспортты жасағам 1 жыл алдын ала, хотя мен білмеймін барам ба, шетелге бармайын ба, бірақ мен әрекет жасайтынмын. Демек мен сол тапқым келетін сумманы тауып жүрген адамның әрекеттерін, состояниясын өзіме енгіздім. То есть чувство благодарности. Болмаған нәрсеге уже шүкір ететінмін. Даже 4 жыл бойы шүкіршілік дәптерін жазу арқылы, именно осы техника арқылы, яғни болып қойған сияқты, менде Аллаға шүкір 10 миллион тауып жүрмін. Менде Аллаға шүкір осыншама шәкірт оқытып жатырмын. Менде Аллаға шүкір осыншама оқырман бар. Менде Аллаға шүкір уже осы сумма жиналып қойды үй алуға. Шүкір. Яғни менде болмаған нәрсені уже бар сияқты. Сол нәрсеге шүкір ету, рахмет айту арқылы чувство благодарности біз жоғары вибрацияда өмір сүреміз. Ал квантовая физиканың заңдылығына сүйенсек, не нәрсені сен әлемге бересің, сол нәрсені қайтып аласың. Демек, бірінші басталып әрекетте 3-4 жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Бірінші миымызды, санамызды сендіреміз. Когда сенің подсознанияң сенеді, саған бұрын соңды көрінбеген мүмкіндіктер, бұрын соңды ойламаған бір таныстықтар, бизнестар, курстар, бір бұрын соңды сен мән бермеген какой-то бір обстоятельстволар, яғни сен соларды уже байқап бастайсың. Потому что адам ескі убеждениялармен, яғни сенің миыңды бір компьютер сияқты алатын болсақ, сенің компьютеріңде ескі программалар, ол программаларды өшірмей, сен жаңа программа орната алмайсың. Бірінші ескі программаларыңды өшіресің, ескі установкалар, убежденияларыңды. Осы уақытқа дейін қандай сенде қағида болды? Ақша маған қиын келеді. Ақша табу үшін осыншама жұмыс жасауым керек. Мен наличка үй ала алмаймын. Наличка үй алу үшін маған осыншама сумма керек. Ол сумманы мен қашан табамын? Мен таба алмаймын. Немесе мен блог жүргізе алмаймын. Менде блог жүргізу үшін камера жоқ, менде iPhone жоқ, менде анау жоқ. Яғни жоқ халінде болатын болсақ, чувство недостаточности, состояние недостатка, менде ол жоқ, мен істей алмаймын, негатив убеждениялар. Онда ол нәрсе, сен қалап жүрген нәрселерің, армандарың саған келмейді. Ал егер состояние бар, убеждение, жаңа программа, менде ол нәрсе бар. Мен білмеймін қазір қалай екен, бірақ менде ол болады. Мен бірінші өзімді сендіремін, одан кейін сана және нерв деңгейінде сол нәрселерді эмоциямен сезінемін. Яғни медитация техника арқылы сезінесіз, визуализация жасайсыз, как будто сіз сол нәрсе сізде бар уже алып қойдыңыз, уже сіз шетел аралап өмір сүріп жатсыз. Одан кейін барып қана сіз әрекетке көшесіз. Демек, әрекет соңғы моментте. Ал біз не істейміз көбінесе? Басталып әрекетке көшеміз, басталып 3-4 жұмысқа кіріп аламыз, одан кейін жанталасып, өзіміз шаршап, өзіміз пахать етіп, ой, это не мое деп тастаймыз. Ал ең бірінші кезекте адам миын сендіру керек екен. Адам сол вибрацияға өту керек, сол халді ену керек, сезіну керек. Одан кейін барып қана сіз уже әрекетке көшетін боласыз. Сол себепті де егер де сіз бір нәрсені қатты қаласаңыз, бірінші кезекте ол нәрсені, жалпы адам бір нәрсені қаласа, ол ойлайды ең бірінші кезекте әрекет ету керек деп,